жаңа кім көрінген жалаң аяқ кеп киноға келіп қатысып жатыр деп жатыр ғой ағам. Енді өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді. Кезінде Әміре атамыз болсын, басқа да аталарымыз ешқайсысы бір дипломмен барып қазақты атын шығарған жоқ деп ойлаймын. Сондықтан бізде Жайдарман деген үлкен мектеп бар. Сол Жайдарманда қанша жыл ойнап, бұл Жайдарманда барлығын үйретеді. Сондықтан бізде бір көшеден келе салып қосылған жоқпыз. Сондықтан сол көпшіліктің ықыласына бөленгеннен кейін фильмімізді шығардық. Ішілей үйтіп андай жалаң аяқтар дегеніңіз артықтау деді. Дым мәселе онда емес пе? Жалаң аяқ деген жоқпын, Қанатжан. Жалаң бұт амбиция дедім. Ол какая разница? Үлкен разница бұл. Жалаң аяқ деген мен, жалаң бұт амбиция. Мен амбицияға акцент қойып айтып отырмын да. Талант деген нәрседе өте тонкий нәрседе, Қанатжан. Бір талантпен де ұзаққа кете алмайсың. Сол талант деген ол гүл секілді ғой, суын құйып, мәпелеп, қамқорлап отырмасаң, ол өлетте қалады. Понимаете? Олса сендер өмір бақи жиздуға болып жүрмейсіңдер ғой, 50-ге 60-ға келгенде. Сол үшін білім алу керек, оқу керек, көру керек, тоқу керек. Ертең сақалдардың сапсайып, 70-ге келгенде жиздуға болып жүрмейсіңдер ғой, айжаматты ойнап. А, Макс? Ойыңызды түсіндік, қызым, саған айтамын, келінім сен тыңда деген ой ғой. Енді, Нышанбек мырза, жігіттер сізге бір емес бірнеше рет хабарласыпты. Сіз хат жазыпты, жауап бермепсіз, телефонды алмапсыз. Не себеп? Сол сөзді айтпаңдар ше маған. Сендер қашан хат жаздыңдар, қашан звондадыңдар маған? Қай кезде? Осы бағдарламаға да шақыруға ұсыныс білдіріпті. Да? Одан кейін үлкен киноның премьерасына да келіңіз деп айтыпты. Сіз жақтан енді рас өтірігін білмеймін, жауап болмапты. Солай ма жігіттер? Жақсы, енді бүгін Нышанбек мырза, жігіттер үлкен киноға қадам басып жатыр, және оған өзіңіздің де дәнекерлігіңіз бар. Қанша ақша араларында? 3 миллион теңгеге келістік. Жаңа продюсер тарапынан бізге келген хабар, бізден жалғызсыз ойнаған жоқпыз, басқа қаншама актерлар ойнады, оның әрқайсысының ақшасын баса ауыртып жүретін басқа да шаруа бар, берілді деді. Біз сонымен әрмен қарай тірлігімізді жасап кетеміз. Жақсы, енді екі тарап студияда ғой, бүгін даудың нүктесін қойайық. Нышанбек мырза, берілді ме, берілмеді ме? Нақты 3 миллион теңге қолыңызға алдыңыз ба? Жоқ, біз бердік, еще бокса қазір біздің қашан жаздыңдар деп жатыр да, бірақ біздің жазғанымыз да біліп тұр да бокса. Оған да өтірік айтып тұрған сияқты, бермедіңдер деп өтірік айтып тұрған сияқты. Қанатжан, точно айтшы, не болған, конкретно айтшы. Съемкіде бір күн ұзарып кетті, келісілген уақытта, ол үлкен кинода әр күні ақша, актерлардың сондай екен. Бір күні ауа райына байланысты қосылып кетті. Гүлнұр білесіз ғой. Сөйтіп, бұл кісі қосылып кеткеннен кейін тағы да гонорардан бөлек тағы да бересіңде қосылып ұзарған күнге деді. Сөйтіп қосып беріп, біз қанша 200 мыңдай қосып бердік 3 миллион теңгеге. Сөйтті де балалармен ақылдасып, жоқ, біз өтте тамаша, араласып, аға әні болып, сөйтіп фильмімізді бітіріп, кинодан кейін шапкада әдем болып тарқасып, премьерада жолығатын болып, айтшы, тоқтырын создың ғой енді. Спонсор. Артығымен бердік қой негізі. Қанша бердің? 3,5 миллион бердік аға біз. 3,5 миллион бердім деп отырсың, маған сенің 3,5 миллион.